общем, былай мен стористі былай айтайын деп отырмын. Мен қазір қарап отырмын, қаншама не деген комментарий, Құдай сақтасын, ужас, масқара. Біріншіден айтайын деген, неге қызың барды қосайыққа дейді да. Біріншіден, қосайық сендерге не істеп қойды. Екіншіден, қосайыққа барса, ол өзінің өмірі кәмелеттік жасқа толған қыз. Үшіншіден, барған себебі өткен ол өзінің ар-намысын қорғау үшін барған еді. Былай айта кетейін. Неге ол жігіт түн ортасында оған шық деп жазады екен? Кім ол сонша жазатын? Шық түн ортасында кім жазады? Нормальный жігіт неге жазады түн ортасында? Шық деп. Еще не только шық, келем деген, үйге кірем деген ба, Құдай сақтасын. Оны қызым былай маған айтқан жоқ еді, жаңа эфирде бірақ естідім. Мен вообще шокта отырмын Ернардың қылығына. Маған неше түрлі негатив жазбан. Сосын андай комментария көзім шалынып қалды, былай жазыпты, типа, яблоко от яблони недалеко падает, типа, шешесіне қарап қызын ал деп, айналайындар, өздеріне қыздарың жоқ па не? Өздерің ұл қыз асырап атқан жоқсыңдар ма? Сендер кімсіңдер вообще біреудің өміріне араласып олай жазуға? Если еще раз мен увижу комментарий, буду скриншот делать и буду писать заявление. Жазатындарын жазып қалыңдар. Мен барлықтарын уже жасап қойдым скриншоттарында. Не деген ж деген сөзден басталатын, в общем, жазыпсыңдар, жекеге өту деген нәрсе.